Pixart программасы арқылы дайын шаблонның түсін өзгертіп үйренеміз. Алдымен Pixart программасын ашып алайық. Осының ішінен қазір плюсты басып, өзімізге керек шаблонды тауып алайық. Ол сіздерде кез келген шаблон болуы мүмкін. Бонбоньерка болса да, шокобокстікі болса да, немесе киндербокстың түсінде өзгертуге болады. Мен мысалы мынандай баннердің түсін өзгертсем ба деймін. Міне мынау бізде баннер 1:80:80 размердегі баннер. Яғни көріп тұрғандарыңыздай тек қана A4 форматындағы шаблон емес, тіпті баннердің де түсін өзгертуге болады. Ол үшін алдымен осылай ашып алғаннан кейін астынан инструменті деген екінші қатардағы батырманы таңдаймыз. Осы инструментінің ішінде бізде настройки деген бар, ішін оқып отырсаңыздар, обрезать, дисперсия, клон деген бар, соның ішінен настройканы таңдайсыздар. Енді бұл жерде яркость, контраст, четкость, цвет деген еш қайсысына тиіспейміз. Бізге түсті ауыстыру үшін тек қана керегі тон. Яғни тонды басамыз, және жоғарғы жақта, осы тонның жоғарғы жағында количество деген тұр, оны біз оңға немесе солға қарай жылжытсақ, біздің баннеріміздің түсі өзгереді. Мысалы, бізге фиолетовый түсті керек болады, баннер. Қараңыздар, баннердің түсі фиолетовый болып өзгерді, бірақ мына жерде бізде персонаж тұр, бос молокосос. Оның түсі Аяз атаның киімі сияқты көк және беті барлығы ақшыл болу керек. Бірақ бізде оның түсін бәрі жасыл болып, беті де фиолетовый болып өзгеріп кетті. Оны қалай жөнге келтіреміз? Осы количествоны басып, баннеріңіздің түсін шығарып алғаннан кейін, жоғарғы жағында ештеңені артық баспайсыздар, жоғарғы жағында бірден өшіргіштің суретін басасыздар. Өшіргіштің суретін басамыз, екі қолымызбен үлкейтеміз экранымызды, және ақырын бостың бетімен өшіргішпен өшіре бастаймыз. Яғни бостың қай жерін өшіру керек, сол жерлерге өшіргішімізді қолмен апарып өшіре бастаймыз. Және бұл өшіргіште қараңыздар, астында размер деген тұр, өшіргіштің размерін үлкейтіп кішірейтуге болады, Егер үлкен жерлерді өшіру керек болса, мысалы ортасы сияқты жерлерге, сіз ұсақ кішкентай өшіргішпен жыбырлатып отырмай, бірден үлкен өшіргішті алып, былай өшіріп тастасаңыз болады. Одан кейін прозрачность деген бар, яғни сіз былай өшіріп жатқан кезде, міне қараңыздар, прозрачность егер аз болса, ол бірден өше қоймайды. Мысалы, жасыл түсіміз біздің бірден өше қоймайды. Үстінен бірнеше рет жүру керек болады. Ал егер прозрачность деген 100-де тұратын болса, сіздің өшіргіш жүргізген жеріңіз бірден өшіп кететін болады, Резкость деген бар және. Резкость ол біздің өшіргішіміздің жан жағындағы границасы деп айтсақ болады. Резкость 100-де тұрса, өшірген жеріміздің шеті нақты түседі. Қазір мен резкостьті 100-ге қойдым, сіздерге көрсетейін. Міне, резкостьпен қараңыздар, нақты түседі, границасы өшірген жеріңіздің. Енді резкостьті азайтайық. Азайтсақ, бізде уже жан жағы нақты емес, жай бұлдырлап өшеді, бірақ бұны мен де өшіруге болады. Мен көбінесе резкостьті 100-ге апарып қойып өшіремін. Ол үшін былай анықтап, не қараңыздар, анықтап ақырын осылай жүргізіп отырамыз. Яғни размер, қалаған кезіңізде размерін өзгертіп алыңызға болады, егер сізге размер кішкентай болып көрінсе. Енді осылай бүкіл босты айлана керек емес жерлерін барлығын өшіріп шығамыз. Қараңыздар, менде мысалы өстіп өшіріп келе жатқанда фиолетовый фонға бүйтіп өшіргішім кетіп қалса, ол қайтадан бұрынғы қызыл түсіне кетіп қалады. Астыңғы жақты қараймыз, вернуть деген кисточканы суреті тұр. Сол кисточканы басамыз да, мына қызыл жерімізді қайттан бояймыз. Сол кезде бұнымыз қайттан біз өзгерткен фиолетовый тонға келеді. Осылай енді өшіреміз. Ластикті қайттан басамын, размерді кішкене үлкейтемін. Енді сіздер жасаған кезде асықпай, әрбір элементті, яғни сізге фиолетовый түсте болғаны керек емес элементті түсі өзгеріп кеткен жерлерін барлығын асықпай жөндеп алсаңыздар болады. Мен сіздерге видеоға көрсету үшін осылай тез жасайын. Қараңыздар. Осылай птичканы қоямыз. Тағы да птичканы басамыз. Өйткені біз жаңа өшіргіштің птичкасын бастық, енді настройканың птичкасын. Одан кейін в папку деп жоғарғы жағындағыны басып телефонымызға сақтап аламыз. Енді мен сіздерге қазір дәл осының
қызыл вариантын көрсетейін. Қазір қызыл вариантты сіздерге көрсетемін. Яғни біздің бастапқыда шаблонымыздың қандай болған. Міне бұл бізде баннер, осындай қызыл түсте болды. Енді мынау біздің өзгеріп кеткен баннер. Қараңыздар, біреуі фиолетовый, біреуі қызыл болып тұр. Дәл осы әдіспен сіздер кез келген шаблонның түсін өзгерте аласыздар.